Құлақ. Баласыз қария мен кемпір далада тұратын. Бірде кемпір күйеуінен: «Маған қойдың құлағын әкел». Қария ауылдарды аралап, қошқар сойылған жерде «Маған қойдың құлағын берші» деп сұрап, сөйтіп көп ұзамай 40 құлақты жинап үйіне әкелді. Киіз үйде 40 құлақтар тіріліп, жүгіріп ойнай бастады. Басында қызық болғанымен, көп ұзамай қария мен кемпір құлақтардың шулағандарының естіп шаршады. Құлақтар тамақ жесе, барлық олардың аузынан өтіп жерге төгіледі. Төсекке жатса, олар жан жалдасып қалады. Ал отырса, олар бір-бірін жаншып жатады. «Иә, бұл нағыз масқара» деп қария мен кемпір жылап, 40 құлақтарды киіз үйден қуып шықты. Көп ұзамай қара бір өркешті түйе туады. Кемпір түйе сауып, қарияға ұрсып жатыр. «Осылайша сіз, қария, барлық құлақтарды қуып жібердіңіз. Бізде бір құлақ болса ғой, қазандықтың қасына қояр едік, сүт көбігін жалайтын». «Ал мен мұндамын» деп айқайлады құлақ, бұрын жасырынған киіз төсеніш астынан. Қарт пен кемпір қуанып, оны суарып тамақтандырады. Құлақ жүгіреді, ойнайды, тіпті атқа мінуді де үйренеді. Бірде қария қалаға тұз алуға бармақшы болған, бірақ кетер алдында ауырып қалыпты. «Мені жіберіңізші», құлақ ұсынды. «Бара ғой». Құлақ бір өркешті қара түйеге мінген. Қалада дүкенде түйелердің барлығына тұз қаптары тиелген. Тек қара түйе ғана жүксіз қалқапты. «Мына түйенің есі қайда?» деп айғайлады саудагер. «Оған не қажет? Түйеме 3 қап тұз сал» деп айғайлады құлақ. Саудагер жан-жағына қараса, ешкімді көрмеді. Соған қарамастан, ол кеңсе қызметкерлеріне тұзды түйеуді бұйырды. «Қара түйем, біздің ауылға қайт» деп құлақ бұйырды түйесіне. Түйе таныс жолға түсті. Келе жатыр, жаңбыр жауа бастады. Құлақ жылап, жапырақтың астына тығылды, ал түйе шөпті жұла бастады және құлақты байқамай жұтып алды. Түйе тамақтанып үйіне қайтты. Ол қариялардың киіз үйіне келеді. Қария мен кемпір жүгіріп шығып, түйенің тұзын алып тастайды. «Ал құлақ қайда?» «Ал мен мұндамын». «Қайдасың?» «Егер мені түйеден де жақсы көретін болсаңыздар, онда оны сойып, мені тауып аласыздар». Қария түйені сояды, бірақ құлақ табылмайды. Құлақ тұрған түйенің қарнын кемпір сайға лақтырып жіберіпті. Түнде қасқыр қарынды жеп қояды. Қасқыр күні бойы ұйықтап, кешке қарны ашқан соң қойға қарай жүгіреді. Қасқыр қозының қасына жақындағанда, құлақ айқайлайды: «Бақташы, қасқыр жүгіріп келді». Қасқыр қорқып, ормандағы қараңғы жерге тығылады. Содан бері қасқырдың өмір сүруі нашар болып кетті. Ол жемтігін жасыра сала, құлақ айқайлайды: «Өте қауіпті, қасқыр жүгіріп келді». Ал қасқыр не істерін білмейді. Оның үстіндегі жүні тырнақтай иленеді.
күші де мол мүлде жоқ болып кетті. Түлкінің алдына барып ақыл сұрап: «Жаным, мені бәледен сақта. Мені зұлым рух басып алды. Өлімді қалайды. Қайлығы болма, қымбаттым. Зұлым рухты қуу өте оңай. Қасқыр түлкіден: мен әрқашан сенің қарызында боламын. Маған қалай екендігін үйрет» деп сұрайды. Даладан тынымсыз жүгіріп, терлеп, мұзға жатып ұйықтап кет, деді түлкі. Қасқыр соңғы күшін жинап, даланы айнала бастайды. Барлық суыртар тесіктерінен секіріп, қасқырға қарап таң қалыпты. Осы қасқыр есінен айырылып кеткен сияқты. Қасқырдың құрғаған бір тал жүні қалмаған соң, мұз қатқан көлге жүгіріп барып, мұзға жатып ұйықтай қалады. Қасқыр аттардың дыбысынан оянып, орнынан секіріп кеткісі келсе, бірақ бүйірі мұз болып қатып қалыпты. Қасқыр жүгірейін десе, мұзға жүн талшықтарын қалтырып, бірақ қашып құтыла алмады. Осы жерде оған екі аң аулашы соқтығысып, оны өлтіреді. Олар қасқырдың терісін шешіп, ер тұрманға байлайды. Ал құлақ сақтықпен салт аттылардың бірінің қалтасына тығылады. Жолда саяхатшылар түн батып, олар түнеп шығуды өтініп киіз үйге келеді. Киіз үйдің иесі сұрайды: сендер қаншасыңдар? Екеуміз. Жоқ, біз үшеуміз, деп айғайлайды құлақ. Қонақтар осы киіз үйді түнетеді. Қожайыны қозыны сояды. Ал жұбайы ет құйылған қазанды отқа қояды. Кешкісінде барлығы асқа отырғанда құлақты ешкім шақырмайды. Ол өзі қазанға жақындап, бірақ иелері оны итеріп тастайды. Құлақ ренжіп, түнде қожайындарынан кек алуға шешім қабылдайды. Құлақ ешкіні сояды. Қонақтардың арасына ешкінің етін, ерлі зайыптылардың арасына ешкінің басын қояды. Киіз үйдегі барлық заттарды жылжытып, балғаларды қағып айғайлайды: қасқырлар келді, қойларыңызды сақтаңдар. Барлығы бірден оянып кетті. Қараңғыда шу басталып, шу шықты. Жолаушылар ешкінің өлеңкесін сезіп айқайлайды: сен ешкі болып кетіпсің ғой. Жоқ, өзің ешкісің. Бәріден де қожайыны қойларын аяп айқайлайды. Ал жұбайы ешкінің басын қолына алып, қатты жылай бастайды. Құдай-ау, күйеуімнен маған бір басы ғана қалыпты ғой. Ал құлақ күліп, атын жамылып, ән салып, туған ауылына қайта оралады.